Тұрмысың қызық. Көптеген заттан айырылып қалдық. Көптеген заттан айырылып қалдық. Біздің даламызға келген бөгделер дінімізді де өзіне тартып алып пайдаланып отыр. Біздің даламызға келген бөгделер біздің саяси дүниетанымыздың бәрін құртып жіберіп, өздерінің саяси көзқарастарын таңып бізге сансыратып отыр. Тәңір дінінде мынандай қағидат бар. Біздің тәңірлік дүниетанымызда мынандай қағидат бар. Есіңізден ешқашан шығармайтын қағидат бар. Онда былай деп айтылады: қазаққа тиесілі дүние танымының ақиқатынан бөгде халықтарға бір мысқыл шындықты сындырып берген сайын ой санамыз 10 мысқылға, мәдениетіміз 100 мысқылға, ал дүние танымымыз 1000 мысқылға кедейленіп кемшін тартады. Бұған дәлел болатын қазағымыздың дүние танымын, оның ақиқатын бөгделерге бердік. Мәдениетімізді түгеліменен дерлік таптатып отырмыз. Харам дегізіп таптатып отырмыз. Бізге тиесілі, қазаққа тиесілі мәдениеттің барлығы дерлігімен харам, адал еш нәрсе жоқ екен. Көніп отырмыз. Харам деген сөздеріне көніп отырмыз. Ой санамызшы. Ой санамызда кемшін тартып тұр. Өзімізге тиесілі дүние танымды еркін отырып пайдалана алмай отырмыз. Пайдалана қояйын десем, құйымшақтан теуіп кеп жібереді. Мәдениетім адал деп айтамын десең, құйымшақтан теуіп кеп жібереді. Тебетіндер бар. Қазақтың ой санасы, ақыл есі 1000 мысқылға дерлігіменен кедейленіп тұр. Қазақтың құйымшағына ғана теппеген, болмысына тепкен. Ес жиятын уақыт келді ма? Келді. Есті жиятынды мен тәңіршімін деген қазақ азаматтары қазаққа жөнін келтіріп айтып жатыр. Бір сәт тыңдап, бір сәт ойланып, шешім қабылдап, ата бабаңның ұлы сара жолы қасиетті қазақ жүйесіне қайтатын уақытың болды. Сау болыңдар.